Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн тағы да. Бүгін біздің Қытаймен онлайн бизнес сабағының бірінші сабағының соңғы видеосы, яғни 10-шы видео. Бұл видеода сіздерге Taobao, Jingdong, Tmall және Muguje сияқты сайттардың ерекшелігін айтатын болам. Әрине ары қарай бұл тек қана бір видеода айтылып болмайды, ары қарай тағы да видео жасалады соңғы видеоларда. Бүгін біраз тамағым ауырып екен. Бірінші, бізге сапалы, бізге тауар түрі өте мол. Бүкіл әлемдегі хит тауардың бәрі қайдан табуға болады? Ол Taobao сайтынан табылады. Taobao сайты ешқандай қиындығы жоқ. 1688 сайты сияқты бұл да. Сол баяғы розница сатылады бұл жерде. Және де төлем жасауға болады. Қарап отырсаңыздар, міне. Visa, MasterCard-мен төлем жасауға болады. Қазірше Қазақстанға енді тасымал жоқ, бірақ та сіздер төлем жасай берулеріңізге болады. Ол үшін ресейдің нөмірін тіркеу керек. Әрине болашақта егер кез келген ресейдің нөмірі болатын болса, тіркеп береміз оны. Tmall сайты бұл, яғни Taobao сайтының ішінен іріктеп шыққан Tmall сайты. Бұл жерде брендтер, сапалы тауарлар, әрине бұл жерде бағасы Taobaoға салыстырғанда біресе қымбаттау болады. Сондықтан егер бір үштік алдырып алсаңыздар, сапалы алдырамын десеңіздер, әрине осы Tmall сайтынан алдырғандарыңыз дұрыс. Сапалы келеді, 100%. Оған гарантия беріледі. Және де Jingdong сайты, яғни Jingdong сайты, міне қазір JD.ru деп тұр, міне. Арнайы Ресейге арналып та шығып болды. Қарасаңыздар, міне. Xiaomi маркалы, міне орысша шығып отыр, міне өздеріңіз де көріп отырасыздар. Мысалы, өнімнің каталогы дейді, міне кез келген саладағы тауарлар міне бізге шығып отыр. Ешқандай жалпы бұл сайттың мақсаты, яғни смартфондар сатылады, біріншісі мақсат. Тұрмыстық техника сатылады, электроника сатылады, шаруалық тауарлар сатылады, спорт және демалыс, сұлулық пен денсаулық. Осы тауарлар жалпы мақсатында көбінесе сатылады. Сапасы жақсы болады. Кез келген тауардың характеристикасын өзіңіз біліп, көріп алдыра бересіздер. Ал бұның қытайшасы JD.com сайты. Әрине заказ берген кезде біз алдымен мына осы JD.ru-дан көреміз бағасын. Бағалары, характеристикасын көріп болғаннан кейін соны фотомен іздеуге іздеп, осы JD.com-нан аламыз. Телефон, ноутбук, осы сияқты электроника бұйымдарды осы жерден алған дұрыс. 1688-ден ноутбук, телефон алғанға мен өзім кеңес бермеймін. Егер де сондай алатын болсаңыздар, осы JD.com-нан аласыздар. Соңғы айтылатын сайт ол Muguje.com. Қарасаңыздар, www.muguje.com сайты. Бұл сайтты алдында да айтып еттім, арнайы әйел кісілерге арнап сол, яғни кім қандай тауар сатылымға ие. Еркектердің киімі көп сатылымға ие болмағандықтан көп ондай сайттар шықпаған екен, пока қазірше. Ал міне қыздардың тұтынатын бұйымдары, косметикалары және де балалардың киімі, сол сияқты хит болатын жақсы өтімді тауарлардың бәрі осы жерде бар. Мен бұл жерде 5 сайтты не үшін айтып жатырмын дегенде, бұл сайттарды Instagram жүргізгенге, Instagram'дан интернет магазин ашып жүргізгенге өте пайдалы және тиімді болады. Өйткені бір үштікте алдыруға болады, бұл жерде бір үштікте алдыруға болады. Және де бұның әр үштік алғанда қорабы, сырт жағына берген тартулары өте әдемі келеді. Сіздер де әкелгенмен өз клиенттеріңізге бергенге ұялмай бересіздер, және де ол әдемі тарту ретінде бересіздер. Сондықтан
клиенттерің ешқайда қашпайды, осылай жұмыс жасалады. Әрине, егер де сіздерде үлкен магазин болса, басқадай жұмыс болса, 1688 Алибабамен жұмыс жасау керек. Интернет магазинге осындай сайттар өте тиімді. Әрине, бұл сайттардың бәрін телефон программалары да бар. Телефонға түсіріп, сол арқылы көре аласыздар. Әрине, кейінгі видеоларда телефондағы осы сайттардың APP-ларын қалай қолдану керек екендігін бәрі видео түрінде жасалатын болады. Одан алаңдамаңыздар. Тағы да жерде жаңалық болғанда gd.com, яғни gd.room біздің ішінде, мысалы, ресейге арналып жұмыс жасалған ғой. Бұл жерге біз өзіміз тіркелуге болады. Қарасаңыздар, міне. Facebook пен Twitterмен тіркелуге болады бізге. Арай тіркеліп жұмыс жасауларыңызда жақсы заказ бере бересіздер. Мынандай QR код болады әрқайсының. Осы QR код арқылы телефоныңызға түсіріп аласыздар. Бұл сайттардың ішінде gd.com және де Taobao. Бұл сайттар AliExpress және Alibabалардың телефон программаларын Play Market'тен тауып түсіріп аласыздар. Қалған Tmall және де Moguze 1688 осы сайттарды, яғни қазіргі Қазақстанда телефондағы Play Market'тен түсіруге келмейді. Ол үшін басқалай программа Yongbo деген программалар болады, Қытайдың. Сол программаларды түсіру арқылы осы программаларды түсіріп қолдана аласыздар. Өйткені әр уақытта сіз ноутбукпен қасыңызда алып жүрмейсіз ғой, сондықтан кез келген жерде телефонмен көре аласыздар. Оның артында тағы да жасайтын боламыз видеоны. Оның бәрі жасалады. Бұл видео осымен таман. Жалпы біздің бірінші сабақтың жалпы берген мазмұнның тақырыптары аяқталды. Сіздерге әрине тапсырмалар бар. Осының өткен сабақтарды қайталап көресіздер. Не үшін деген кезде бұл барлық керекті және бізге пайдалы ақпараттар. Осы курс форматын біраз зерттеу арқылы, яғни осындай видео 10 минуттың ішінде видео жасалып сіздерге жіберіп жатыр. Бұрын болса тікелей эфирде, яғни 2 сағат, 3 сағаттай тікелей эфирде жұмыс жасалатын. Бірақ көптеген кісілер уақыты болмай, және де уақыты өте ұзақ болғандықтан қайталап көруге мүмкіндік болмай. Соған байланысты осындай қысқадан нұсқа видеолар сіздерге жасалды. Кез келген уақытта қай жерін ұмытып қалсаңыз, сол жерін қарап, көріп, біліп алғандарыңыз дұрыс. Сондықтан қазір осы бірінші сабақ аяқталды. Бір рет қайталаңыздар. Егер де түсінбей жатсаңыздар, қайта-қайтадан көріңіздер. Одан түсінбей жатсаңыздар, менен сұрасаңыздар, сіздерге кез келген Қытай мен бизнестің ақпараттарын мен сіздерге бөлісетін боламын. Тағы да сіздерден қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, өтініштеріңіз болса, айтсаңыздар болды. Арғай бірігіп жұмыс жасалады. Енді бұл кейінгі сабақтары одан да қызық болады. Өздеріңіз білесіздер, қалай завод іздеу, заводтың сапасын қалай тауып, хит товар, Инстаграмда хит болып жатқан товарды қалай, Телеграмда канал ашу, WhatsAppта канал ашу, топ жинау, Инстаграмда жүргізу, PowerPoint-тарды қалай, әдемі дизайндарды қайдан тауып, қандай сайттармен жұмыс жасау керек. Оның бәрін сіздерге командамаға жиналған екенсіздер, сіздерге бәрін тегін ұсына алатын боламын. Жақсы, осы видеомыз таман. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздерге тапсырма беріледі, сол тапсырманы орындауды ұмытпаңыздар.